Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге мынандай хадиси құдсиді сыйлап отыр. Міне соған назар аударайық. Абу Хурайрадан жеткен риуаятта Аллах тағаланың елшісі айтады. Аллах тағала былай деп айтты дейді. Күллу амали ибни адама лаху. Адам баласының күллі жасап жүрген амалы өзіне арналады дейді. Өз үшін дейді ол. Илля саума, тек қана оразаны айтпағанда дейді. Фаиннаху ли, расымен де ораза мен үшін дейді. Қараңыздар. Өйткені былай қарасаңыз, күллі амалды адам кім үшін жасайды негізі? Адам өз үшін жасайды ғой. Өзінің ақырет үшін жасайды. Алланың қасындағы үлкен сауапқа елену үшін. Және ол амалдардың күллісін Алла тағаланың разылығын іздеп жасайды ғой. Алайда Аллах тағала бұл жерде оразаны ерекшелеп тұрып бүкіл амалдардан, намазыңнан да, қажылығыңнан да, зекетіңнен де, күллі амалдардан оразаны істеп жатыр, ерекшелеп тұр. Неге? Өйткені таңертеңнен кешке дейін сен тақуалықта болдың. Таңертеңнен кешке дейін сенің тек қана сен тамақтан, судан ораза ұстаған жоқсың. Сен сөйлейтін сөзіңді күнделікті сөйлей алмадың. Өйткені Алла тағала естуші. Сенің тұла бойың ораза ұстады. Не сол себепті Алла тағала оның сырын білдіріп айтады. Ва ана ажзи бихи. Ораза мен үшін, және оразаның сыйақысын мен өзім беремін дейді. Негізінде ол күллі амалдыкінде беруші Алла тағала. Бұл жерде қандай сыр жатыр дейтін болсаңыз, күллі амали ибни адам, адам баласының күллі амалына сауап жазылған кезде, юдоғафул хасанату ғашру амсалиха. Ең азы дегенде, оның бір амалына 10 есе сауап жазылады екен. Егер ол тағы да әдемілеп атқарған болса, иля сабаға мияти дағифин. Бір амалы үшін 700 есе жазады екен. Яғни біреу бір намаз атқарған болса, 10 намаздың сауабы жазылады екен. Кімге қаласа 700 намаз атқарды деп жазады екен. Бірақ намазына. Ал оразаға бұлай істемейді екен. Оразаға Алла тағаланың сауабы шексіз кетеді екен. Есебі жоқ. Шексіз сауап жазылады да, Алла тағала өзі айтады. Оразаның сыйақысын мен өзім беремін. Өйткені ол ядау тағамаху ва шарабаху ва шахватаху мин ажли. Өйткені ол осы күні өзіне адал бола тұра, тамағын да, суын да, және де құмарлығын да мен үшін тастады ғой дейді. Мен үшін істеткен жоқ дейді мүлде. Таңертеңнен кешке дейін менің білімімді қадірлеп, бағалап, абайлап, қастерлеп жүрді дейді. Иптиға мардати, тек қана менің разылығымды іздеді дейді. Таңертеңнен кешке дейін. Мен сондықтан оразаның сауабы, оны мен өзім берем дейді. Өзім берем деген нәрсесі шексіз сауап жазылады. Есебі жоқ оның.